Мен домбыраны өнер мектебіне барып үйренгем. Сен де домбыра тартқың келе ма? Ал сен домбыраны қайдан алдың? Маған домбыраны әкеміз өзінің шеберханасында жасап берген. Әкеңе қобыз жасап берген. Аға, домбыраны сіз жасап бердіңіз ба? Иә, балам. Ағаңа домбыраны, әкеңе қобызды мен өз шеберханамда жасап бергем. Сен де домбыраға қызығып жүрсің ба? Саған да домбыра жасап берейін ба? Олай болса, балам, менің шеберханама барайық. Сол жерде домбыра жасап көрсетемін, үйретемін, мақұл ма? Иә. Сіздің жұмысыңыз бар? Иә, балам, бұл менің шеберханам. Шеберханама қош келдің. Не? Бұл домбыра, құрастырмалы домбыра. Саған домбыра тартуға әлі ерте. Сондықтан осы құрастырмалы домбыраны бөлшектермен таныс. Бүгін мақұл ма? Енді көрсем бола ма? Әрине балам, міне жасап көр. Егіле жаса, таза. Оң қолыңмен ұста. Болған сияқты. Иә балам, дайын болды. Енді мен саған құрастырып үйретейін, көрсетейін, иә? Иә. Мынау домбырамыздың мойыны. Мынау құлағы, екі құлағы. Шекті дұрыстау үшін, дауысын шығару үшін, мақұл ма? Иә. Мынау екі жақтауы домбырамыздың. Қазір мен саған жинақтап, құрастырып көрсетемін, мақұл ма? Иә. Мынау екі жақтауы. Мынау домбырамыздың беті. Артқы шанағы. Мынау бет қақпағы. Бет қақпағы болады. Мынау мойны, жаңа айттым. Мынау құлағы домбырамыздың, иә? Бұл балам домбырамыздың тегі. Тек дейміз бұны. Қолындағы біреу қайда. Міне домбырамыз дайын. Мынау кіші тек, мынау үлкен тек. Домбыраның дыбысын шығарып тұрады. Домбырамыз дайын. Бұл саған домбыраны құрылысымен танысу үшін дайындап жасалған ойыншық домбырамыз. Осымен домбыраның бар құрылысын танысасың. Кейін өскен кезінде үлкен ағаның біткендей мынандай домбыра жасап беремін. Көп рахмет. Мен де домбыра үйренетін боламын. Жарайсың балам.